Қайырлы күн, менің атым Тоғжан. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз ол балаларды үй шаруасына қалай баулу керек екенін. Менде 3 балам бар, ең кішісі биыл мектепке барады. Ендеше баламды қалай жұмысқа қызықтыратынымды айтып кетейін. Әрине, ол бала болғандікі ма, үйдің кенжесі болғандікі ма, мүлдем үйдің шаруасына қызығушылығы жоқ. Балама үйдің шаруасын ойын ретінде не болмаса квест ретінде тапсырамын. Мысалы үшін, балам, ойыншығыңды жинай ғой. Жинаған соң мен саған бір сый-сияпат берем, не болмаса мен саған ойыншық берем деп алдайым. Не болмаса кіші өзінің қолынан келетін тапсырма берем. Балам, барып үйдің қоқысын далаға төгіп кел. Не болмаса балам, барып дүкеннен нан алып кел деген тапсырмалар берем. Одан кейін тапсырманы орындаған соң бала оған міндетті түрде уәде берген сыйлығы немесе тәттісін беремін. Күнделікті бала осындай тапсырмаларды орындаған соң оған жалпы міндет болып қалады. Соны күнделікті жасап отырады, тырысады оны орындауға. Егер берген ақпараттарым пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып қолдап жіберсеңіздер болады. Сіздерге көп рахмет.